Баяғыда бір екі жапондық дос ауылдан қалаға жұмыс іздеп келіпті. Енді жайлы ортадан, өздері үйреніп қалған ортадан бейтаныс ортаға түскен кезде табиғи түрде қиыншылық болады. Қалаға келгеннен кейін қалталары қағыла бастайды. Ауылдан там-тұмдап жинап келген азақшылары бірдемде таусыла кетеді. Енді көшеде екеуі де қатты шөлдеп келе жатады. Қараса, алтыларында бір шөмішпен су құйып беріп тұрған адамды көреді. Олар қуана кетіп барса, суды сатып тұр екен олар. Кәдімгідей шөмішпен құйып, ыдыстарға құйып сатып тұр екен. Сонда бір жапондық бас киімін жерге бірақ ұрады. Кеттім бұл такеаңнан дейді. Қыл аяғы ағып жатқан судың өзін сатқанда ол қалалықтардан ынсап кеткен екен. Ынсап. Мен бұл қалада тұрмаймын, маған үйренген ауылым жақсы екен. Барлығы сатусыз, ағып жатқан су, айдын, шалқар теңіз, көл, бәрі бар. Тыныш өмір, үйренген ауылым дұрыс екен дейді. Ал енді біреуі жоқ дейді. Ол басқаша ойлайды. Жоқ. Бұл Токио өте керемет қала екен. Қыл аяғы бұл жерде су сатып та жан бағуға болады екен. Судың өзін сатып, кәсіп етіп, кәдімгідей өмір сүруге болады екен. Бұл деген қаншама мүмкіндік, қаншама мол жұмыс деп, солай басқаша көзқараспен қарайды. Сөйтіп, анау Токионы жамандаған адам, ауыл адамы ізінше ауылына қайтып, баяғы мимырт тіршілігіне көшіпті. Ал жаңағы су сатпақшы болған адам бастабында шөміштеп сатыпты суды. Басқалар сияқты сатып, бірақ артына келе ақырын өзгеріс, дамытулар қосып, кейін тіндеп бутылкамен сататын болды. Кейін дами келе сол жігіт Жапонияның минерал су шонжарына айналған екен. Бүкіл Жапонды қамдайтын минерал су алғаш солай барлыққа келген екен. Демек, адам бай болып, кедей болып өмірге келмейді, бірақ даму әрқашан өз қолыңда. Бай болатын адам мен кедей болатын адамның бір ғана артықшылығы, бір ғана айырмашылығы болады екен. Кедей болатын адам тек қана қиыншылықты көреді екен, тек қана қауіп қатерді көреді екен да. Ал бай болатын адам қаншама қиыншылық, қауіп қатердің арасынан орай мен үмітті көре біледі екен. Сондықтан олар тәуекелшіл болады екен. Сондықтан олар күндердің күні қиналып жүріп, орасан зор табыстарға жетіп жатады екен. Міне бұл да бізді ойландыратын бір ғибратты әңгіме деп ойлаймын.